Қайырлы күн. Электронды өтінім берудің видео нұсқасы кешегі жәрдемақыға байланысты. Приложение 3 деген приложение бар, интернеттен тауып қараңыздар. Соны бірінші өтінім берместен бұрын соны толтырып аласыздар. Жалпы өтінім беру үшін сіздерден керегі ешқайда барудың қажеті жоқ. Интернетке қосылған компьютеріңіз немесе ноутбугыңыз болса болды, және ECP кілтіңіз әрине болса, сол арқылы өтінім бере аласыз өзіңіз үйде отырып. Осы приложение 3-ті интернеттен тауып өзіңіздің Word-қа бір жерге сақтап, одан кейін өзіңіз туралы толтырасыз. Жоғары жағына IP болсаңыз IP, ТО болсаңыз ТО, мекен жайыңызды, иініңізді, бейініңізді, адресіңізді, телефоныңызды көрсетіп, жоғары жағын осылай толтырасыз. Төменгі жағында таблицада кімдерге байланысты осы жәрдемақыны алғыңыз келеді, соны толтырасыз. Егер де IP-шник өзіңіз бойынша да алғыңыз келетін болса, онда бірінші өзіңізден бастап жазасыз. Мысалы, Ахметов Ахмет Ахметович деп жаздым. Екінші туған күні, иіні, банкте, қай банкте шоты бар, банктік номері, банктік шоты, яғни карт шоттың айбын жаңағы несі, айбын шоты, ол жаңа өзіңіздің приложениеңіз арқылы көрсеңіз болады. Реквизиты дегеннің ішіне кірсеңіз 20 орындық сан KZ деп басталады. Ары қарай номер телефоны жазасыз. Период қай кезден бастап қай кезге шейін отпуск без сохранения заработной платыға шықтыңыз, соны көрсетесіз. Енді бізде 16 марттан басталды төтенше жағдай, яғни 16 марттан бастап өзіңіз енді таңдасаңыз болады. 1 ай ма, 2 ай ма, 3 ай ма, қанша уақытқа кәсібіңіз тоқтайды, қанша уақыт табыс таппайын деп тұрсыз, примерно алдын ала толтырасыз. Бірақ бір нәрсе айта кететін жағдай, сіз егерде осынша уақытта мен табыс таппадым деп, бірақ бұл аралықта сізге шотыңызға ақша түсіп, болмаса кассовый аппарат арқылы фискальный чек ұрып қалатын болсаңыз, онда мемлекет сізге жаңағы тағайындаған 42.500 теңгені қайттан артқа талап етеді. Неге? Өйткені сіз табыс тауып жатқаныңызды мемлекет көріп отыр. Сондықтан бұл аралықта сіздің IP-шник болса, шотыңызға ақша түспеу керек, фискальный аппарат арқылы ешқандай чек ұрмау керексіз. Жеке тұлғаларға байланысты олардың шоттарына пенсионный аударымдар аударылмау керек, әлеуметтік қорларға ешқандай ақша аударылмау керек. Сонда жұмыссыз қалғандығын дәлелдейді. Егер де ондай болмаған жағдайда ол азаматтардан 42.500 теңгені қайттан артқа талап етеді. Өйткені неге? Өйткені ол адамның табысы бар деген сөз. Соңғы столбец мынау сіз туралы мәліметті жинауға, сұратуға барлық мемлекеттік органдарға сіз өзіңіздің рұқсатыңызды беретініңіз жайлы келісіміңіз. Яғни мұның барлығын толтырып болғаннан кейін, қанша адам бәрін біткеннен кейін шығарып аласыздар да, әр адам өзінің тұсына өз қолын қойып шығады. Мына жерге қол қойылып болғаннан кейін ең соңында руководитель организации деген жерге, ТО болса ТО-ның руководителі қол қояды, директоры. IP-шник болатын болса, IP-шник өзі қол қояды. Төмен жағына печать болса, печать соғылады, ТО-ларда ол міндетті түрде бар. Ал жеке кәсіпкерлерде печать болса қояды, болмаса қоймайды. Сол арқылы мына списокты жақсылап суретке түсіріп, болмаса сканировать етіп, компьютеріңіздің рабочий столына бір жерге сақтап қойыңыз. Енді өтінім берудің өзіне қарай кеттік. Өтінім беру қалай жүзеге асады? Мен сіздерге басынан бастап көрсетіп жіберейін. Бірінші кіру деген нені басасыз. Сіздерде басында орыс тілінде тұруы мүмкін, қазақ тіліне аударғыңыз келсе, мына KZ деген жерді бассаңыз қазақ тілінен аударады. Кіруді бассаңыз, ECQ деген бар, электрондық цифрлық қол. Сертификатты таңдау деген жерде өзіңіздің ECP кілтіңізді таңдайсыз. Мен қазір сіздерге көрсетейін, менікі ECP деп тұр. Кіретін кезде бірінші кілтті таңдайсыздар, ал өтінімді жіберетін кезде мына екінші кілтті таңдайсыздар. Сондықтан міне қазір кіретін жүйеге кіреміз, қазір бірінші кілтті таңдаймыз. Пароліңізді тересіз. Подписать. Осы арқылы егов порталына кірдіңіз. Енді мына жерде өзіңіздің аты жөніңіздің қасында не тұр? Үшбұрыш тұр. Соған бассаңыз электрондық өтініштер деген бар. Соған кіресіздер. Онлайн сұрау деген бар. Осы сарыға басасыздар, онлайн сұрайсыздар. Келесі құруды басасыздар. Таныстымға басасыздар. IP-шниктер болатын болса, мына жерге аты жөні толық шығады. ТО болса, ТО-ның данылары шығады. Өзі өйткені тіркеліп тұр ғой бұл жерде барлығы. Ары қарай email, мына жерде электронды адрестарыңызды көрсетесіздер. Пошталық адрестарыңызды жазасыздар, қай жерде Алматы қаласы,
болмаса қай жер жауын жазасыздар, телефоныңызды жазасыздар. Қызметті таңдайтын жерге кіресіздер де қызметкерлерге, жеке кәсіпкерлерге, жеке практикамен айналысатын адамдарға әлеуметтік төлемдер тағайындау. Яғни осы түрді таңдайсыздар. Ары қарай өтініштің үлгісін мына жерден көре аласыз дейді. Яғни бағанағы списокпен қоса енді өтінім бересіз. Ол жаңа жерге басқан кезде мынандай сіздерде мынандай бет ашылады. Құжаттың толық мәтіні дегенге өтесіздер да жүктеу дейсіздер. Яғни құжатты жүктеп аласыздар. Одан кейін ол құжат мынандай болып жүктелінеді. Қазір мен көрсетемін. Так, міне форма. Мынандай болып нетеді. Форманы өзіңіз бойынша толтырасыз. Қалаңыз, өзіңіздің атыңыз, бұл жерден бәрі түсінікті. Адресіңіз, email адресіңіз, бұл жерде email деген жаңа почтаңыз, электронды почтаңыз, телефоныңыз, барлығын жазасыз. Прошу вас рассмотреть, бәрі іштен көзілмейді қалады. Перечень документов, приложенных к заявлению деген жерде, бұл жерде тек қана список дейсіз. Басқа ештеңе қосып жатқан жоқсыз ғой. Список деп жазасыз. Так, бұл жерде мынандай ескертулер бар, бір оқып жібересіз. Шығарасыз, қолыңызды қоясыз, печатіңізді соғасыз да, бұны да сканировать етіп, болмаса суретке түсіріп, бағанағы список тұрған жерге бұны да сақтап қоясыз. Ары қарай кеттік. Енді жаңағы өтінімге қайттан ораламыз. Аймақ, өзіңіздің аймағыңызды таңдайсыз. Мен Алматы қаласы маңызы бар, Алматы республикалық маңызы бар қала. Яғни Алматы қаласын таңдадым. Қабылдаушы, ары қарай қабылдаушы кім деп жерге басқан кезде Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасы, соған басасыз. Ары қарай қысқаша мазмұны, не туралы өтінім беріп жатсыз? Сізден төтенше жағдайға кезінде қызметті шектеуге байланысты, кірістің жоғалуына байланысты әлеуметтік қолдау көрсету мәселесін қарастыруыңызды сұраймын деп мына жерге жазыңыз. Осы жерге қысқаша мәтіні сол. Ары қарай выберите файл деген жерге, енді мына жерге выбрать файл дейсіздер де, ссылка арқылы бағанағы өзіңіздің рабочий столда бағанағы өзіңіз сақтап қойған списогіңізді бірінші тересіз. Екінші выбрать файл дейсіздер де, қайтадан кіріп бағанағы заявленияңызды, сақтап қойған заявленияңызды тересіз. Сол арқылы екі документті мынаған прикреплять етесіз. Мен просто қайтадан заявление берейін дедім, мен заявление беріп тастағам, сондықтан қайта ары қарай өте алмай тұрмын да, тересіз. Одан кейін екеуін таңдағаннан кейін мына жерге жіберу деген батырманы басасыз. Жіберу деген батырманы басқан кезде сізден электронды цифровой қол сұрайды. Сұраған кезде бағанағы екі кілт бар ғой, бағана кірген кезде біреуін тердіңіздер. Енді жіберетін кезде екіншісін тересіздер де, пароліңізді тересіз. Сол арқылы сіз бұл өтінімді жіберген болып есептелінесіз. Яғни сонымен сіздің өтініміңіз жіберіледі сонымен. Назарларыңызға рахмет. Жалпы айтайын дегенім осы. Жалпы бұл өтінімді ТО-лар да, ИП-лар да, жаңағы өз-өзімен жаңағы бейресми жұмыс істейтіндер де барлығы осы өтінімді береді. Өтінімнің құрылымы осы. Басқа ешқандай өтінім жоқ. Қайталап айтам, өтінім беру үшін ешқайда барудың, біреудің есігін жағалаудың ешқандай қажет жоқ. Ноутбугыңыз, интернетіңіз болса, электронды цифрлық қолыңыз болса болды, тапсырасыздар. Енді көп адамдарда электрондық цифрлық қол болмауы мүмкін. Ондай жағдайда мен қалай электронды цифрлық қолды үйде отырып алу жайындағы нұсқаулықты бөлек түсіретін боламын. Видео сіздерге өте жаңағы пайдалы болды деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.